Ассаламу алейкум достар. Мен Рико Кизет, мен FIFA қайта оралатын болып шештім. Деге ол себебі сендер өте активный белсенді болып жатсыңдар. Барлықтерің қайта орал FIFA деп жатсыңдар. Басқа да играларды айттыңдар, бірақ қайта орал дейтін комментариялар өте көп болды. Міне қараңдар, бізде 66 лайкты, бірақ 93 комментарий. Бір балдар кемі о 2 не 3 реттен жазғансыңдар. Барлықтарыңа көп рахмет, лайк басайық дейді. Мен АК5 дейді, жоқ бұл емес. Кетпеш брат пыжы, мен сенің каналыңа күнде көріп маған көрдіңдер. Рико қызы кетпеш дейді. Жиги барлықтерін сендер осындай сұрауларың бойынша мен Free Fire'да қалатын болып шештім. Бірақ та басқа да играларды түсіретін боламын. Сондықтан астыға өз ойларын жазып кетіңдер, қандай игра түсіретінді. Тағы да видеомыз басталмай жатып теге. Міне бұл видеомызға қазір уже бір күннен енді асып жатыр, бір күнге әлі жетпеді. 66 лайк максималды түрде осы видеомызға да лайк басып кетейік теге. Бұл видеомызды 70 лайк 80 лайкқа дейін апарайық. Ал бүгінгі осы видеомыздың 100 лайкқа дейін апарайықшы. Барынша максималды түрде лайк басайық. Ал жеге видеоның соңына дейін көреміз, себебі кім ұтқанын әлгі бізде 800 алмаздықтың алып ұрды. Видеоның соңында немесе ортасында мен кет келген жеріне айтып қалуым мүмкін. Сондықтан видеоның соңына дейін көреміз. Ал кеттік, онда біз тағы өзіміздің жеке видеомызға. Ал достар, міне біз келдік біздің өзіміздің видеода. Бүгінгі бұл видео барлықтерін көріп отырғандай бүгін екілік дробашпен хайглайд түсіретін боламыз. Өте кереметті дробаш. Жеге содан мен оттяжка беріп үйрендім, және де сол оттяжканы сендерге көрсететін боламын. Ол өте оңай екен. Жеге базар жоқ бар ғой, маған екілік дробаш ұнады. Мен сонымен всегда екілік дробашпен оттяжка беріп жүрмін. Мен енді М40 не дробаш десе сол дробаштылам. Дробаштардың арасында ең мықтысы да дальнийге де атады. Сол дробашпен бүгін битвада ойнап сендерге кішігірім хайглайд көрсетеміз. Енді бір ойынды бастаймыз. Ал онда біз ендеше кеттік ойынға. Битва отряд хайглайд. Ал бізде битва басталды. Не болып кетті мына жеге. Ал басталмай жатып көреміз. Енді біздің тиммейттар жөнді көрмеді ме? Тиммейттар қалай екенін. Алдында бір видео түсірдім, ол екінші рет болып жатыр. Енді нормально ойнау керек. Тиммейттарым әлсіздеу болған жаңағы каткімде. Көмектесейік. Ал бізде жүгіріп бұларға. Жаңа маған тиммейттарым ешқайсысы көмектеспеген мұнтығын. Давай положи. Бәрін құлатсадық уже біразын. Давай, братан, шық. Мұнда, братандар. Ты чё? Так, теге бірінші катка 100-1 алдық на изи. Жақсы болды, біздің тиммейттер қазір өте күшті десем де болады. Ал жеге мен айтқан екілік дробашымды алайын. Менде бір броня алып алайық, үстімізге керек болып қалар дальний бойда. Ал екілік дробашпен жеге. Енді екілік дробашпен өте кереметті тактика бар екен. Жеге дәл осылай тұрасыңдар, автомат аласыңдар, тұрып баратып атасыңдар. Дәл осылай бастан тиеді екен бұл. Бұны әлі өзім тексеріп көрдім, бір-екі рет жасалынды. Ал бір-екі рет істемеді, өте керемет. Өздеріңе удобно болса дәл солай істеп көріңдер, бір-екі қайталап. Бірақ көп сеніп қалып жүрмеңдер, жеге бұл көп жүзеге аса бермейді. Бұрынғы тура бутылка, бірақ бұның жатып тұру әдісі тура бутылка жеге негізі бұл. Қайне базаларына қатқандар ғой, өлтіріп жасайық. Жоқ, братан, тоқта өлтірме біздің тиммейттарды. Жоқ, біздің оттяжка дейтін кетпей жатыр. Тиммейттар маған қалдырмай жатыр, мүлде. Өте жақсы ойын көрсетіп жатыр мен тиммейттарым. Жоқ, братан, екілік дробашым бар мен. Мә, екілік дробаштан айырып қалып қарап отырып. Жоқ, екілік дробаш. Братандар, екілік дробаш шықмай жоқ па? Екілік дробаш. Дай дробаш, братан, дай дробаш.
Пожалуйста, братан, братан, пожалуйста, ал енді көреміз, драбашыда ойнаймыз. Бүгінгі видеомыз негізі драбаштан алатын еді. Видеоның соңына дейін көрінеді, кішігірім хайглайтым бар. Видеоның соңына да арнайы видеоның катка звук жазылмай қалған кезінде хайглайт бар. Екілік драбашпен оттяжка бергендерім. Видеода звук жазылмай кеткен кез болды бізде. Так. Мен қайдан атып жатыр? Братан, успокойся. Да, жеге барлығы өлді. Мә, болмады. Сен драбаш алым керек. Болды все. М40-ды алынбай қалыпты, жаңа М40-ды алған ем негізі. Басылмай қалыпты М40-ым. Ал бәрін естен қаламыз сәлші. 900 қалды, бізге 900 керек болады. Келесі катық может өліп қалатын жарымыз. Оны білмейміз, сондықтан. О, петух. Жақсы, петух бар. Кет, жеге, нападениеге. Ал көреміз олар қай жақпен атакаға шаткен. Мен құламаған шығарым, братан. Положил. Жоқ, драбаш бізге. Жеге өте керемет осы драбаш. Уже қанша адам ғырып тастадым мен. Жеге топ-1, найс. Ду қыртсам. Бәрін. Жеге бүгінгі видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде лайк басамыз, арнаға тіркелеміз, колокольчик басуды да ұмытпаймыз. Жеге алдағы уақытта арнада өте кереметте жаңа ойындардан жаңа видеолар болады. Сол видеолардың барлығын көріп, қолдап, жаңа видеода Free Fire емес деп менсінбей лайк баспай, дизлайк баспай орнына лайк басып қолдап, алдағы уақытта мені қолдап, қолпаштап жүресіңдер деген ойдамын. Және де жеге мен каждый видеомда айтатынмын. Және де мен осы видеомда да айтармын. Осы міне экранда қазір шығады. Міне осы бала бізде жеңімпаз. 800 алмаздық наборды қара черный костюм шалбар. Соны ұтқан бала осы экранда көріп тұрсыңдар. Көп рахмет арнада белсенді болып, активный болып жүргеніңе. От души сендерге жеге, сендерді дәл осы ұтып алғыларың келсе, каналға міндетті түрде лайк басып, колокольчик басыңдар. Егер де алдағы уақытта жаңа ойындар болып жатса да, сендер Free Fire ойнап жүрсіңдер, мен сол Free Fire'дан сендерге набор жіберуімді тоқтатпаймын. Жеге, барлықтар сендер үшін, ал сендер мен үшін тек қана оңай, бесплатно тірліктер, өте оңай шарттарды орындасыңдар болды. Міндетті түрде арнамызға подписаться етіліп, колокольчик басамыз, және де колокольчик басқанда все дейтін сөзге қойып кетуді ұмытпаймыз деген. Сонда менің арнамда жаңадан шығып жатқан наборлар өте керемет заттардан құр қалып қоймайсыңдар. Міне мына 800 алмаздық набор, барлықтарың білесіңдер. Менің қазір тартылмады, сондықтан осы наборды жіберетін боламын барлықтарыңа ше. Сондықтан барлығымыз қатысып, барлығымызға лайк басып, арнаға қолдау білдірейік. Ал жеге арнада соңына орай, осы видеоның соңына да таяп қалды. Және де бізде соңында жеге өте кереметте хайглайт, сол хайглайтты барлығымыз көре кетеміз. Өте кереметте драбаш пен хайглайттар өте кішігірім, өте азғантай десем болады. Соның соңына дейін көреміз. Ал драбаш пен хайглайт бүгін онша қатты болмады, бірақ өте кереметте контент болды деген ойдамын. Ал все, видеомызға кеттік хайглайтқа.